Söz söyledin asып тасып қайрылып қалмадың ба жездей жасып бек қашқан әруағың жаман сондай кешегі қалмақ қуып ноғай қашып жалған сөз ақыретте жаман деген сөйледің ата-анаңның ізін басып қазақта қазына көп сен көрмеген баладай сөз сөйледің жөн білмеген сөзіңнің айтып тұрған бәрі бекер шайтандай ойың бар ма өлмейм деген біздерді шақарың жоқ деп кемсітесің өзіңді тар болсаң да кеңсітесің үлгілі бәрің бірдей сопы болсаң сен неге харам жерді жерсінесің ноғайдың құдай сақта жаласынан қауіп еттім көңіліңнің қарасынан ел санап анау жылы делдал келді Мекке мен Мединаның арасынан қазағым садақа деп қойым берді біреу 40 біреу 50 шамасынан беретін садақамыз болмады деп ноғайдың қайыр кеткен баласынан мен айтсам Досжан деген ишаным бар Мәдина шаһарында үй салдырған ол үйдің бірі жақұт бірі маржан әрқайсысы 1000 теңгелік емес арзан дүнияда мұндай сарай болмағандай ол үйге таңғалыптау көрген бір жан жарқырап күндік жерден көрінсін деп төбесін айқұш-ұйқыш тараттырған басына алтын күмбез қадаттырған таңғалып тәмам халық жұмыла ғайып әр жерден халифа жұрты қарап тұрған сен мақтайсың озандық пен Ахметті екеуі ойлайды ма екен ақыретті сен мақтайсың озандық пен Ахметті екеуі ойлайды ма ақыретті арамға неге басын жақын етті еліңде бөлек-бөлек қалаларың шоқынтып олар неге кәпір етті көп ноғай араз болса ханы менен көп ноғай араз болса ханы менен ант беріп мал жинаған жаны менен қаз туған қарға бойлы орақ мамай оларда болып өткен сәні менен орнына ойран түйген бүлгін ноғай қырдағы мұсылманға басын қоспай қамытын өз мойнына киген ноғай теккемен орынборға көз жіберсем көшеде шылым тартып жүрген ноғайым қай жеріңде ақылдарың нақақтан нашарлардың қақын жейді ішінде жөн білетін мақұлдарың шоғырып жаздың күні тыным бермей сүйретіп жаяу арба пақырларың аузында орынбордың қойдай шулайды мүгедек ақсақ тоқсақ соқырларың Ахмет қайыр берген сақи болса ол неге байытпайды жақындарын жақсы емес арамдыққа араласқан жақсы емес харамдыққа араласқан ісің жоқ шариғатқа шамаласқан жүресің арақ ішіп шылым тартып байқасаң ноғай халқын қара басқан садақаң құрбандыққа жарамайды бір жүріп шошқа менен араласқан секілді қарағытай қалың ноғай қырдағы мұсылманға басын қоспай қамытын өз мойнына киген ноғай сөгесің мұсылманды сабака деп келмейді мұсылманға арың ноғай саласың қарағайдан үйді мұқтап сен маған сөз айттың көңілдіктап сен маған сөз айтасың көңілдіктап үйіңе еш уақытта кіргізбейсің баласы мұсылманның барса ықтап еш уақытта маңыңа жолатпайсың орысша да дейсің бе но дейсің бе күн болмай күн жаумай су боласың жаңбыршықтап құдайға жағатұғын бірісің жоқ секілді сауысқандай сықылықтап ноғайым сүйенесің тілмен жаққа неғылып шақ келдің біздің баққа Бұхар мен Орынбордың екі арасын кеңге кеңетіп Алла берген біздің баққа ноғайым сен білмесең мен айтайын әулие мәулім берді байтақ атаң бәрі де кезіп келіп өлген біздің жаққа сөзімді әуел бастан көрмедің бе қолыңды жеңілген соң сермедің бе сормаңдай шақша басым тек отырмай жеткен соң сүйегіңе көлбедің бе мен қойдым сорлы байғұс тамағыңды папирус шылым тартпай терледің ба